Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 4-ші сыныптың математикасы 148-ші сабақты бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тікбұрышты параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерді шығару. Бірінші тапсырмаға қарайтын болсақ, бірдей 3 бөліктен құралған параллелепипедтің ұзындығын, енін, биіктігін тап, оның көлемін есепте деп берілген. Бұл жерде бізде ұзындығы 4 дециметр, ені 1 дециметр және қосу тағы да 1 дециметр 2 дециметрге тең. Биіктігі 2 дециметр қосу 1 дециметр бұл 3 дециметрге тең. Енді біз көлемін анықтау үшін аға б-ны көбейтіп, оны с-ға көбейтеміз. Яғни 4-ті 2-ке көбейтеміз және одан шыққан санды 3-ке көбейтеміз. Сонда 24 дециметр куб болады. Екінші тапсырмада есептерді шығар. А нұсқасында бөлменің ұзындығы 6 метр, ені 5 метр және биіктігі 3 метр. Бөлмеде қанша куб метр ауа бар деп берілген. Бұл жерде А нұсқасында біз ұзындығын 6 метр деп алдық, енін 5 метр, биіктігін 3 метр және көлемі бізге белгісіз метр куб. Олай болса, көлемін табу үшін А-ны Б-ға көбейтіп, оны С-ға көбейтеміз. 6-ны 5-ке көбейтіп, оны 3-ке көбейтетін болсақ, 90 метр куб болады екен. Ә нұсқасы бойынша бөлме еденінің ауданы 24 метр куб. Егер бөлме 96 метр кубке тең болатын болса, осы бөлменің биіктігі қанша? Бұл жерде біз көлемі ауданы 24 метр квадрат деп алдық, және көлемін 96 метр куб деп алдық, және бізге биіктігі белгісіз метр. Олай болса, биіктігін табу үшін біз көлемін ауданға бөлеміз. 96-ны 24-ке бөлетін болсақ, 4 метр болады екен. Үшінші тапсырмада кесте бойынша есеп құрастыр және шығар. Яғни бұл жерде ұзындығы берілген, ені, биіктігі және ауданы. Яғни бірінші кестеге қарайтын болсақ, ұзындығы 28 метр, ені 13 метр, биіктігі 2 метр, көлемі белгісіз деп берілген. Бұл жерде біз көлемін анықтау үшін көбейтеміз. Яғни 28-ге 13-ті көбейтеміз. Оны 2-ке көбейтетін болсақ, сонда көлемі барлығы 728 метр куб болады. Екіншісінде 45 дециметр, яғни бұл ұзындығы, ені 2 дециметр, биіктігі 1 дециметр, көлемін анықтауымыз қажет. Көлемін анықтау үшін А-ны Б-ға көбейтіп, оны С-ға көбейтеміз. Яғни 45-ті 2-ке көбейтеміз және оны 1-ге көбейтеміз. Сонда 90 дециметр куб болады. Үшінші кестеге байланысты бұл жерде ұзындығы 40 сантиметр, ені 23 сантиметр және көлемі берілген. Бұл жерде 27600 сантиметр куб. Ал бұл жерде биіктігі берілмеген, яғни белгісіз сантиметр. Олай болса, бұл жерде көлемін бөлеміз және жақша ішінде ұзындығын еніне көбейтеміз. Яғни 27600-ді бөлеміз, 40-ты 23-ке көбейтетін боламыз. Егерде 27600-ді 40-ты 23-ке көбейтсек, 920. 27600-ді 920-ға бөлетін болсақ, 30 сантиметр болады. Яғни бұл жерде биіктігі 30 сантиметрге тең деген сөз. Төртінші тапсырма есепті шығар. 1 метр куб квадрат қабырғаны сырлауға 250 грамм бояу жұмсалады. Ұзындығы 9 метр, ені 6 метр және биіктігі 3 метр болатын гараждың қабырғасын сырлау үшін қанша бояу қажет деп берілген. Бұл жерде біз 1 метр квадрат тең 200 граммға деп алдық. Яғни бұл жерде ұзындығы 9 метр, ені 6 метр және биіктігі 3 метр гаражды алдық. Ол үшін ең алдымен ауданын тауып аламыз, содан кейін барып жаңағы біз көлемін анықтайтын боламыз. 3-ті 6-ға көбейтеміз, оны 2-ке көбейтеміз. Сонда екеуінен шыққан санды қосатын боламыз. 3-ті 9-ға көбейтіп, оны 2-ке көбейтеміз. Сонда 36-ға 54-ті қосатын болсақ, 90 метр квадрат. Және екінші нұсқасында 90-ды 250-ге көбейтеміз. Сонда 22500 грамм. Яғни бұл 22 килограмм және 500 грамм бояу қажет болады деген сөз. Жауабы қабырғаны сырлау үшін 22 килограмм 500 грамм бояу қажет деп жазып қойдық. Бесінші тапсырма өрнектің мәнін тап. 25 көбейту жақша ішінде 34 көбейту 200, 6 қосу 3672 бөлу 18. Яғни
Жақша сыртында азайту, жақша ішінде 6867 азайту 2019 бөлу 6 көбейту 93-ке деп берілген екен. Бұл жерде ең алдымен біз 206-ны көбейтіп аламыз. 34-ке көбейтетін болсақ 7004 болады. Екінші амалында 3672-ні 18-ге бөлеміз, сонда 204 болады. Келесі үшінші амалында бастапқыдағы шыққан 7004-ке қосамыз 204-ті, сонда 7208 шығады. Төртінші амалында 7208-ді көбейтеміз 25-ке, сонда 18200 болады. Келесі бесіншісінде, бесінші амалында 6867-ден азайтамыз 2019-ды, сонда 4848 болады. Алтыншы амалында өздеріңіз көріп тұрғандай 4848-ді 6-ға бөлеміз, сонда 808-ге тең болады. Жетінші амалында 808-ді біз көбейтіп аламыз 93-ке, сонда 75144 шығады. 18200-ден алып тастаймыз 75144-ті, сонда 165056-ға тең болады екен. Келесі екінші өрнекте 27312-ні 48-ге бөліп, оны қосуымыз қажет. Жақша ішінде 900 азайту 669-дан және көбейтуіміз керек жақша сыртында. Жақша ішіндегі 8 көбейту 25-ке. Жақша сыртындағы азайту және 1809-ды 9-ға бөліп алуымыз қажет. Бірінші амалында біз бұл жерде 900-ден алып тастаймыз 669-ды. Сонда 231 шығады екен. Екінші амалында 25-ті 8-ге көбейтсек 200 болады. Үшінші амалында 231-ді 200-ге көбейтеміз. Сонда 46200 шығады. Төртінші амалында 27312-ні бөлеміз 48-ге. Сонда 569 шығады. Бесінші амалында 1809-ды 9-ға бөлетін болсақ 101 шығады. Алтыншы амалында 46200-ден қосамыз 569-ды, сонда 46769 шығады. Жетінші амалында 46769-дан алып тастаймыз 207-ні, сонда есептің мәні 46568-ге тең болады екен. Алтыншы тапсырма. Тапсырманы орында. А нұсқасында қабырғалары 6 см болатын шаршысыз. Осы шаршының 3/1 бөлігін боя. Шаршының ауданы мен периметрін және оның боялған бөлігінің ауданы мен периметрін тап деп берілген. Біз осы жерде шаршы сызып алдық, яғни оның барлық қабырғалары 6 см-ге тең. Ең алдымен ауданын табу үшін біз 6 см-ді 6-ға көбейтеміз. Сонда 6 см квадрат шығады. Ал периметрін табатын кезде 4 қабырғасын көбейтеміз, яғни 4-ке 6-ны көбейтеміз. Сонда 24 см болады. Ал енді ауданына байланысты 2 қабырғасын көбейтіп аламыз, яғни 2-ні 6-ға көбейтсек 12 см квадрат. Периметрін тапқан кезімізде 2-ге 6-ны қосамыз және оны 2-ге көбейтсек 16 см болады. Ә нұсқасында диаметрі 5 см болатын шеңберсіз, оның жартысының көлемін тап деп берілген. Бұл жерде біз шаршыны сыздық және оның жартысын ғана боядық. Ол дегеніміз д тең 5 см-ге болды. Жетінші тапсырма. Кесте бойынша өрнектер құр және жаз, олардың мәнін тап. Бірінші қосылғышымыз 7256-ны 31-ге көбейтеміз. Сонда 224936 болады. 224936-ға 42256-ны қоссақ 267186-ға тең болады. Келесі нұсқасында 11661-ді 23-ке бөліп аламыз. Сол кезде 507 болады. Ендігі кезекте осы екінші қосылғыш 25898-ге қосамыз 507-ні, сонда 26405 болады екен. Келесі өрнекке қарайтын болсақ, 156-ны 26-ға бөлеміз, сонда бізде 6 шығады. Енді
5-ті 11-ге көбейтеміз. Сол кезде бізде 2915 шығады. Үшінші амалында 2915-ті 6-ға қосамыз. Бұл жерде 29021 шығады екен. Келесі өрнегімізде 456089 қосу жақша ішінде 258962 азайту 356 деп алған болатынбыз. Өрнектің мәні 304295-ке тең болды. Келесі өрнегімізде 456 көбейту 24 азайту 100635 бөлу 15 деп алған болатынбыз. Бұл өрнектің мәні 10235-ке тең болды. Келесінде жақша ішінде 146025 қосу 535 және жақша сыртында 885024 бөлу 2. Бұл есептің мәні 100.898-ге тең болды. 100.000 азайтылған 26030 көбейтілген 3. Бұл есептің мәні 92110-ға тең болады. 8-ші тапсырма есепті шығар. Балалар жұқа тақтайдан өлшемі суретте көрсетілгендей тіктөртбұрышты параллелепипед түріндегі жер серігі модулін дайындады. Қай модульге жұқа тақтай артық жұмсалды және қанша артық? Көлемі деп алып 40-ты 30-ға көбейтеміз және оны 50-ге көбейтеміз. Сонда 60.000 сантиметр куб шығады. Ән нұсқасына 40-ты 20-ға көбейтіп, оны 30-ға көбейтеміз. Сонда 24.000 сантиметр куб шығады. 60.000-нан алып тастаймыз 24.000-ды, сонда 36.000 сантиметр куб артық болады. Яғни жауабы бірінші модульге 36.000 сантиметр куб тақтай артық жұмсалды. 9-ші тапсырма сызбада неше тіктөртбұрыш бар? Егер болған бөліктердің ауданы 25 мм квадрат болса, онда тіктөртбұрыштың ауданы қанша? Яғни бұл жерде А нұсқасына 25-ті 16-ға көбейттік. Сонда 400 мм квадрат шықты. Ә нұсқасына 25-ті 17-ге көбейткенде 425 мм квадрат болды. Келесі 10-ші тапсырма өрнектің мәнін есепте. Бұл жерде жақша ішінде 75 көбейту 26 және оны бөлеміз 65-ке. Бірінші біз жақша ішін орындаймыз және жақша сыртындағы бөлуді орындаймыз екінші. Сонда есептің мәні 30-ға тең болады. Келесінде жақша ішінде 36 көбейту 35, оны бөлеміз 42-ке. Бірінші жақша ішінде көбейту амалы орындалып, екінші бөлу амалы орындалады. Сонда есептің мәні 80-ге тең болады. Үшінші өрнегімізде бірінші жақша ішінде 146 көбейтеміз 48-ге және жақша сыртында осыдан шыққан санды 84-ке бөлеміз. Сонда есептің мәні 84-ке тең болады екен. Келесі төртінші амалында 635 жақша сыртында және жақша ішінде 35 көбейту 17 және жақша сыртында қосу 83 деп алдық. Бұл жерде ең алдымен жақша іші орындалады. 35-ті 17-ге көбейтіп алдық. Екінші нұсқасында 635-тен осы жақша ішіндегі санды азайтып тастадық, яғни 595-ті. Үшінші амалында осы шыққан санды 40-қа біз 83-ті қосып алдық. Сонда есептің мәні 123-ке тең болды. 11-ші тапсырма теңдеулерді шеш. Бұл жерде 8y азайту 345 және тең болады 455 деп берілген. Ең алдымен 8y деп алып, 455-ке 345-ті қосамыз. Сонда 8y тең болады 800-ге. Енді y-ті табу үшін 800-ді 8-ге бөлеміз. Сонда y тең болады 100-ге. Енді осы теңдеуді тексереміз. 8-ді көбейтеміз 100-ге және одан алатын болсақ 345-ті 455-ке тең болады. Мұндағы 455 тең болады 455-ке. Келесі 630 бөлу жақша ішінде 150 азайту x тең 70-ке. Бұл жерде 150 азайту x деп алып 630-ды 70-ке бөлеміз. Сонда 150 азайту x тең болады 9-ға. X-ті табу үшін 150-ден 9-ды азайтамыз. Сонда x тең болады 141-ге. Енді тексереміз. 630 бөлу 150 азайту 14 тең 70-ке. Мұндағы 70 тең болады 70-ке. 35 қосу жақша ішінде b қосу 165 тең 658-ге. b қосу 165
тең 658 азайту 35 деп алдық. Сонда b қосу 165 тең болады 623-ке. b тең 623-тен 165-ті алатын болсақ 458-ге тең болады екен b. Мұндағы b-ның орнындағы сан 458. Енді тексереміз. 35 қосу 458 қосу 165 тең 658-ге. Мұндағы 658 тең болады 658-ге. 400 көбейту жақша ішінде x азайту 5 тең болады 10 мыңға. Бұл жерде x азайту 5 деп алып, 10 мыңды 400-ге бөліп алдық. Сонда x азайту 5 тең болды 25-ке. x тең деп алып, 25-ке 5-ті қосамыз. Сонда x тең болады 30-ға. Мұндағы x 30-ға тең. Енді тексереміз. 400 көбейту жақша ішінде 30 азайту 5, жақша сыртында 10 мың. Яғни бұл жердегі 10 мың тең болады 10 мыңға. 12-ші тапсырма. Тапсырманы орында есепті практикалық тәсілмен шығарып көр. Үстел үстінде 5 бұрыштар мен тіктөрт бұрыштар жатыр. Олардың барлығы 27 төбесі бар екендігі белгілі. Үстел үстінде қанша 5 бұрыш пен тік бұрыш жатыр деп берілген. Яғни бұл жерде есептің жауабы 3 5 бұрыш және 3 тік төрт бұрыш болады. 13-ші тапсырма. В тең А көбейту Б көбейту С формуласының көмегімен есепте деп берілген. А нұсқасында егер А тең болса 3 дециметрге және Б тең болса 4 сантиметрге, С тең болса 5 дециметрге, онда көлемі қанша болады деп берілген. Бұл жерде көлемін табу үшін А-ны Б-ға және оны С-ға көбейтеміз. 3-ті 4-ке көбейтіп, оны 5-ке көбейтетін болсақ, 60 дециметр куб шығады. Ә нұсқасында егер В, яғни көлемі тең болса 2164 сантиметр квадратқа және Б тең болса 12 сантиметрге, С тең болса 13 сантиметрге, онда ұзындығы, яғни А қаншаға тең болады деп берілген. Бұл жерде ұзындығы А тең деп алдық та көлемін бөлеміз, яғни жақша ішінде Б-ны С-ға көбейтеміз. Сонда 2184 бөлу 12 қосу 13 деп алдық, сонда 14 сантиметр болады. Соңғы Б нұсқасында егер В тең болса 9200 сантиметр квадратқа және А тең болса 23 сантиметрге, С тең болса 25 сантиметрге, онда Б белгісіз болып тұр. Б нұсқасында Б тең деп алып, көлемін бөлеміз және ұзындығына биіктігін көбейтеміз. 9200-ді бөлеміз, 23-ті 25-ке көбейтеміз. Сонда 16 сантиметр болады. Мұндағы А көбейту Б көбейтіндісі тіктөрт бұрыштың ауданын білдіреді деген сөз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге сабақ түсінікті және пайдалы болды деген ойдамын. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар.